Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін 3-ші сыныптың 3-ші сабағын өтетін боламыз. Тақырыбы 3 таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. Сендер 3 таңбалы сандарды қосуды және азайтуды үйренетін боласыңдар. Бірінші есепке назар аударайық. Ондықтар разрядында нөлі бар 3 таңбалы сандарды ғана теріп жаз. Сонда сен Қазақстанның шөл даласында қандай жануарлардың тіршілік етуге бейімделгенін білесің. Сандарды кему реті бойынша көшіріп жаз. Бірінші, барлығы бізде 3 таңбалы сандар көрсетілген. 3 таңбалы сандардың ондықтар разрядының нөлі бар болу керек. Бізде қараймыз. 890. Бізде ондығымыз 9. Бізде 0 болу керек. Бұл бізге келмейді. 509. Ондығы 0. Міне жазып қойдық. 509. Бұл бізге келеді. Ондығы бізде 0 болу керек. 308, 105, 907 сандары, ондықтары 0 жазып алдық. Не бізде кесіртке, тасбақа, қосаяқ, кірпі жануарлары келіп шықты. Бұл Қазақстанда шөлді мекендерінде өмір сүруге бейім жануарлар. Енді сандарды кему ретімен жаз деп тұр. Кему ретімен біз бірінші ең үлкен қарап таңдап аламыз. 907 бізде ең үлкен сан. Енді оны кему реті бойынша осы жазып алғандарымызды жазып шығамыз. 907, 509, 308, 105 деп кему реті бойынша жазып алдық. Енді төртінші есептеуді түсіндіре отырып орында. Бізге қарапайым қосу және азайту амалымен есептер берілген. Бірінші есеп 241-ге 124-ті қосуымыз керек. Біз қалай қосамыз? Жүздіктердің, яғни бұл 200 және 100 сандарын қосып, ондыққа ондықтарын бізде 10-ды 40 және 20 жазып алдық. Сосын бірлікке бірлігін 1 және 4 әрқайсысын жеке-жеке қосып аламыз. Жүздіктері бізде 300, ондықтары 60, бірліктері 5-ке тең. Жалпы барлығын қосқанда 365 келіп шығады. Екінші есеп 957-ден 120-ны азайтуымыз қажет. Бұл жерде де дәл солай жүздіктен жүздікті, ондықтан ондықты, бірліктен бірлікті азайтып отырып шығарамыз. 900-ден 100-ді, ондықтары 50-ден 20-ны, бірліктері 7-ден 0-ды азайтамыз. Бізде 800, мұнда 30, 837 келіп шықты. Міне қалғандарында дәл солай қарап отырып шығарасыздар. Бесінші есепте жай ғана есептеу берілген. Біз есептеген кезде жаңағы әдіспен есептесек болады. Жүздікке жүздік, ондыққа ондық, бірлікке бірлік. Немесе баған түрінде есептесек болады. 0-ге 1-ді қоссақ 1, 3-ге 2-ні қоссақ 5, 2-ге 5-ді қоссақ 7, 751 келіп шықты. Азайтуды да сол екі тәсілмен қайсысы ыңғайлы солай шығарамыз. 8-ден 2-ні азайтсақ 6, 4-тен 3-ті азайтамыз 1, 6-дан 2-ні азайтамыз 4, 416. Бірліктен бірлікті, ондықтан ондықты, жүздіктен жүздікті азайта отырып шығарамыз. Барлығын осылай шығарамыз. Келесі 6-шы есеп. Есепті шығар. Есептегі мәліметтерді өзгертіп, басқа толық ондықтарды қой. Оны қайта шығар. Енді оқимын, мұқият тыңдаймыз. Әлияның былтырғы жылғы күн райы бақылау күнделігінде 60 күн бұлыңғыр, 250 күн ашық, қалған күндер бұлтты болып белгіленген. Егер бір жылда 365 күн болса, онда Әлия неше бұлтты күнді белгілеген? Бірінші шартын құрып аламыз. Бұлыңғыр күн бізде 60 күн, ашық күн 250 күн, бұлтты күн белгісіз. Бізде жалпы бір жылда 365 күн бар. Енді бұлтты күнді табуымыз үшін жалпы 365 күннен бұлыңғыр және ашық күнді алып тастауымыз қажет. Бірінші, ол үшін 250 мен 60-ты қосып аламыз. 310. Енді жалпы 365 күннен 310-ды бұлыңғыр және ашық күнді алып тастаймыз. Сол кезде бізде бұлтты күн келіп шығады. Яғни 365-тен 310-ды азайтсақ 55 күн. Мына өрнек көрсетілген, жалпы былай өрнек түрінде жазсақ та болады.
60 пен 250-ді қосып, жақшаның ішіне алып, 365 азайту деп жазып, өрнек түрінде шығарамыз. Енді жауабына толық жазамыз. Әлия 55 бұлтты күнді белгілеген деп. Енді бізге басында айтылған есептегі мәліметтерді өзгертіп, басқа толық ондықтарды қой. Мына мәліметтерді өзгертіп, ондықтарын өзгертеміз. Бұлыңғыр күн бізде мында 60 болды, 50 деп алдық. Ашық күн 250 болды, 240 деп алдық. Бұлтты күн белгісіз. Жалпы 365 күн бар. Мінекей, бірінші бұлыңғыр мен ашық күнді қосамыз. 290 бұлыңғыр және ашық күн болғаны белгілі болды. Енді бізге бұлтты күнді табу керек. Жалпы 365 күннен бұлыңғыр және ашық күнді алып тастаймыз. Сол кезде 75 күн. Бұл бізде бұлтты күн. Өрнек түрінде міне осылай тарқатып жазамыз. Жауабына Әлия 75 бұлтты күнді белгілеген деп жазамыз. Енді 7-ші есебіміз әріпті өрнектердің мәнін тап. Бізге әріпті өрнек бізде Д әріпті өрнегіміз 6-ға, 7-ге, 8-ге, 9-ға тең болып тұр. Мына жерде қосу 150 деп берілген. Енді біз бұның мәнін табуымыз үшін 150-ге әр қайсысын қосып отырып мәнін шығарамыз. 6-ға 150-ді қосамыз, 156, 7-ге 150-ді қосамыз, 157, 8-ге 150-ді қосамыз, 158, 9-ға 150-ді қосамыз, 159. Енді екінші кестеге назар аударамыз. Бұл жерде көбейтумен берілген. R бізде 6-ға, 7-ге, 8-ге, 9-ға тең. Яғни осы сандарды 4-ке көбейту арқылы шығарамыз. 6-ға 4-ті көбейтсек 24, 7-ге 4-ті көбейтеміз 28, 8-ге 4-ті көбейтеміз 32, 9-ға 4-ті көбейтеміз 36. Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге бүгінгі ақпарат пайдалы болған болса, тіркеліп, лүпіл басып, каналымды қолдап отырыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.